Жаңа конституция жобасы бұл еліміздің болашағы үшін маңызды қадам. Президентіміз бастаған күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет қағидасының жалғасы. Жаңа конституцияның мақсаты бұл еліміздің парламентін нығайту, екі палаталы парламенттен біртұтас жүйеге ауысу, азаматтардың құқықтары, экономикалық даму және саяси тұрақтылықты көздейді. Бұл конституция жобасында мемлекеттің басты стратегиялық негіздері анықталған. Жаңа конституция жобасына құрылтай, вице-президент, халық кеңесі, адвокатура және қазіргі заманның талабы цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді. Әрине, бұл қазір талқыланып жатқан жаңа конституция жалпы халықтық талдаумен, келісіммен ғана енгізіледі.